Сәлем достар, бүгін осындай бауыр қосылған керемет қуырдақ жасаймыз. Ол үшін бізге шампиньон, арасында шампиньон бар қыздар, өте дәмді болады. Мен өзім қатты ұнатам. Сосын жуа, сосын картоп. Міне жақсылап ашып тазалап аламыз. Маған керегі бір 5 картошка. Өйткені біздің үйде адам аз. 3 қана адамбыз, балам, мен, күйеуім. Осылай жақсылап тазалап аламыз, қыздар. Жасап көріңіздер. Сосын қыздар, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Өйткені керемет рецепттер шығады бұйырса. Мінекей сарымсақ. Сарымсақ маған 2 дана жетеді. Қалғанын холодильникке салып қойдым. Енді қызанақ, бір дана қызанақты ашып сыртын. Сосын сәбіз. Сәбіздің жартысы жетеді. Міне бауыр. Бауырдың барлығын салмаймыз, қыздар, біз. Өйткені бізге көптік етеді. Жартысын алып салып жатырмын. Жуып, тазалап. Енді мынау кинза. Қыздар, кинзаның иісі, дәмі деген вообще күшті болады ғой. Кинзаны тураймыз. Кинзаны да жуып алдық. Енді қараңыздар, қыздар. Сарымсақты осылай турап аламыз. Ендігі кезде қызанақ. Барлығын бір ыдысқа ұсақтап турап салып алам. Мінекей шампиньон. Ұсақтап оны да турап аламыз. Қараңыздар, қыздар. Маған осы шампиньонның дәмі деген вообще ерекше ұнайды ғой, қыздар. Енді міне сәбіз. Сәбіздің маған жартысынан 4-тен 1/3 бөлігі ғана керек болды. Оның қалғанын бір шетке қойып қойдық. Ендігі кезек картошканы ұсақтап турап аламыз. 5 дана картошка турап алдық. Қыздар, қалауларыңыз бойынша үлкен турасаңыздар да болады. Маған осылай ұсақтап тураған ыңғайлы болды. Қараңыздар. Енді бауырды дәл осылай кубиктап, күштілеп тұрып турап аламыз. Бауырды кім жақсы көреді, қыздар? Бауырдың дәмі өте күшті болады. Енді майымызды табаға құйып, қыздырып алдық. Жуамызды қуырып, оның үстінен қызанақты саламыз. Қызанағымыз бен жуамызды араластырып қуырып аламыз. Кішкене уақыт өткен соң, қыздар, мінекей сәбізіміз. Арасында, қыздар, менде кішкене картоп түсіп кетті. Өйткені менде барлығы бір ыдыста болған соң, міне шампиньонды салып, оны да жақсылап қуырып аламыз. Қараңыздар, қыздар. Барлығын салып, күштілеп тұрып, араластырып, қуырып. Өзіміздің дәміне қарай не саламыз? Тұз саламыз. Сосын қызыл бұрыш. Кішкене ғана салдым. Енді бетін жауып бұқтырып, сосын кинза саламыз. Кинзаны салып тұрып, күштілеп тұрып араластырамыз. Кинзаның иісі деген мүлдем керемет. Енді бауырымызды салып, жақсылап тұрып қуырамыз. Енді қыздар, міне картошкамызды салып,
оны да жақсылап қуырып кішкене бұқтырып аламыз, сосын жақсылап араластырамыз. Мінекей қыздар, енді 15 минутқа бетін жауып бұқтырып қоямыз. Вот міне қыздар, тамағымыз дайын, күшті.